Бізге бір партия 12 штук ноутбук келген. Барлығы операционный системасыз. Соған барлығына Windows 11 Pro оригинал ключтарын орнатып шашап кеттік. Соңғысы қалды. Осыны өздеріңізге анбоксинг жасап, операционный системаны орнату кезінде қандай қиындықтарға тап боласыздар, қандай қиындықтар шығуы мүмкін, соның бәрін өздеріңізге көрсетіп кетейік деп шештік. Бізбен бірге болыңыздар, видеоның соңында өздеріңізге жақсы сыйлығымыз бар. Анбоксинг обожаю, особенно когда қымбат заттар. Ендеше кеттік, анбоксингтан бастайық. Бисмилля. Опа. Қорапшасы осындай ыңғайлы етіп жасалған екен. Мына жерге саусақ тығасыз, фук көп суырып аласыз. Мұнда қағаздары, мануалдары. Мұнда қуаттауыш кабель бар екен, адаптермен. 150 ватт дейді. Меніңше жаман емес. Так, орнына түспей жатыр. Мұнда мануал деген сияқты ғой. Мына жақта ештеңе жоқ сияқты. Негізгі ноутбуктың өзі. Қандай әдемі. Бұлай екен ғой. Ыңғайлы, жеңіл. Так, дизайнына келетін болсақ, өзіме қатты ұнап тұр. Өндірушілер геймерлік дизайннан бас тартқан секілді, өте қарапайым. Сдержанно, деловой стильде, MacBook сияқты кофейняға кіріп, кодтарыңызды жазып, бір латте алып, жұмыс істегенге өте керемет сияқты. Мұнда сырты глянцевый, маған тактильно өте ұнап тұр. Көп із қалдырмайды мұнда. Қатты ляпыт сетпейді. Тачскрин мұнда үлкен екен, тачпад. Перне тақтасы да толық екен, мұндай цифрлық блоктар бар жанында. Және де сыртқы материалы, өндірушілердің айтуынша, су қорғайтын материалдан жасалған екен. Мына жерде камерасы түсіп қалған ба десек, мынандай конспирологияға қатты сенетін қыз-жігіттерге арнап, осындай камера бұғаттағыш жасап қойған екен. Молодцы. Ал сіздер конспирологияға сенесіздер ма, сенбейсіздер ма? Осындайды қолданасыздар ма, қолданбайсыздар ма? Жаза кетіңіздер. Бұл ноутбуктың толық атауы Asus V16 V3607V деген версиясы. Техникалық сипаттамасына тоқталатын болсақ, мұнда процессор Intel Core i5-210H, SSD 512 ГБ, ASU 16 ГБ, және де видео картасы 5050 RTX Laptop GPU, яғни мобильді ноутбуктарға арналған GPU. Бұны толыққанды компьютердегі видео карталармен салыстыруға болмайды. Және де айта кететін жайт, бұл Asus V16 ноутбугының тағы да екі версиясы бар нарықта. Онда видео карталары 5060 және 5070. Толық сипаттамасын мұнда қалдырып жазып кетеміз. Паузаны басып қарап алсаңыздар болады. Бұл ноутбук жұмысқа, оқуға, монтажға және ойындарға да жарай береді. Яғни геймерлік ноутбуктар мен жұмысқа арналған ноутбуктардың золотая серединасы деп айта кетсек болады.
Бұл Asus V16 ноутбугі бізге Windows'сыз келді. Бұл Windows'ты өзіміз орнаттық барлығына. Және де бізден осындай ноутбук тапсырыс беретін болсаңыздар, сіздер Windows'ты өздеріңіз орнатуға тура келеді. Осы Windows орнату барысында қандай қиындықтарға тап болуыңыз мүмкін, соның барлығын өздеріңізге айтып кетуді жөн көрдік. Ең алдымен загрузочный файлдарыңызды флешкаға жүктеп, осы флешканы установочный пакетпен дайындап алғандарыңыз жөн. Ноутбукты қосқан кезде бірден BIOS-қа кіріп кетеді. Сіздің ең бірінші қадамыңыз Advanced Settings-қа кіресіздер. Мұнда Advanced нұсқаушасына басасыздар. Және де бірден ең астына түсіп, VMD Setup Menu дегенге кіріп, мұнда Enabled'тің орнына Disabled'ті таңдайсыздар. Мұнда OK басасыздар. Егер де бұл қадамды жасамаған болсаңыздар, в дальнейшем сіздерде бұл SSD-ні көрмей тұрады система, тек флешкаларды ғана оқитын болады. Сондықтан Advanced Settings-дің ішінде Advanced, VMD Settings-дің ішінде Disabled'ті міндетті түрде қосып кеткендеріңіз дұрыс болады. Ары қарай кеттік. Жаңа дайындап алған флешкаларыңызды салып, дәл осы этапта бізде тачпад жұмыс жасамайды. Неліктен? Өйткені мұнда драйверлер орнатуымыз керек. Сондықтан да ары қарай установканы жалғастыру үшін сіздерге міндетті түрде кабелі мен мышка керек болады. Bluetooth бен мышка мұнда бізде Bluetooth мышка мұнда мүлдем жарамайды. Міндетті түрде кабель мен мышка болған дұрыс. Флешканы салған соң F10 басамыз, және де confirm. Ноутбугымыз перезагрузка жасап жатыр. Яғни жаңа жасалған баптауларымызды ол сақтап, перезагрузкасына көшті. Келесі қадам язык установки русский қала береді. Формат времени денежных единиц Қазақстан таңдап аламыз. Далее клавиатура или метод ввода по умолчанию Қазақстан шығып тұрады. Қазақстанға таңдай береміз. Далее установка Windows 11-ге басып, келісім береміз. Ары қарай далені басамыз. Егер де сіздерде кілттеріңіз болатын болса, Windows-тың осында жазасыздар. Біздің жағдайымызда кілт жоқ, сондықтан у меня нет ключа продукттан басамыз. Бізде 11 Pro нұсқасы. Далее басамыз. Осы правиланың бәрін принять дейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, біріншісі SSD оқып тұр. Бұл неге оқыды? Жаңа біз Advanced-тың ішінде VMD Setting-та Disabled қосқандан бізде SSD шығып көрініп тұр. Қалған екеуі флеш накопительдердің комиттері. Далее установить. Енді 100% толғанша күтеміз. Бұл 100% толғанша ешқандай іс-қимыл қабылдап, немесе ешқандай пернетақтан баспаңыздар. Это правильная страна или регион деп сұрап тұр. Қазақстан әрине иә. Иә. Сосын қоса аласыздар керек клавиатураны, пропустить баса салайық. Ары қарай жылжу үшін бізге интернетке қосылуды талап етеді. Бірақ бұл кезеңде біз интернетке қосыла алмаймыз. Неліктен? Өйткені бұл версия ноутбук кабель жалғайтын разъем жоқ. Және де Wi-Fi қосатын драйвер орнатылмаған. Енді не істейміз деген кезде, мұнда тек командалық строка арқылы бұл кезеңді айналып өтеміз. Ол үшін Shift F10 басамыз. Және де командалық строкаға команда терейін десем, мұнда команда жазылмайды. Пернетақта істемей тұр. Бірақ еш уайымдамаңыздар. Бұл жерде көп адам пернетақта істемей тұр деп, бракованный деп ойлауы мүмкін. Жоқ, мұнда бір басып жібересіздер да. Ары қарай E слэш. Так, бізге обратно слэш керек. OOBE слэш by pass NRO. Бұл жаңа айтып өткендей не үшін керек? Интернетке қосылмай, жаңағы келесі кезеңге бастау үшін біз айналып өтеміз осы жолмен. Қазақстан. Да. Пропустить. Көріп отырғандарыңыздай, жаңағы командалық строканың нәтижесінде мұнда у меня нет интернета деген кнопка пайда болды. Осыған кіреміз.
Бұл жерде локальный учетный запистің егесінің атын сұрап тұр. Осында өздеріңіздің қалаған есімді жазасыздар. Парольді да админ деп жаза салайық. Мұнда сұрақтардың бәріне өздеріңіздің естеріңізде қалатындай жауаптар жазып сохранить ете бересіздер. Мұнда қосылып тұрған параметрлердің аса маңызды емес. Бұнда қосып қоюға да, өшіріп қоюға да болады. Асықпай өздеріңіз оқып танысып алсаңыздар болады. Қазір Windows қосылады. Вуаля, бізде Windows'ымыз орнатылды. Келесі кезекте бізге ноутбукқа Wi-Fi драйверін орнату керек. Ол драйверді біз Asus'тың официальный сайтынан именно осы модельге арналған Wi-Fi драйверін скачать етіп, флешкаға жазып аламыз. Флешканың папкасына кіруге ыңғайлы болу үшін пуск батырмасына оң жағын басып, выполнить командасын басып, desk.cpl пробел үтір без командасын енгізіп, окейді басамыз. Осы терезеден этот компьютер таңдап, негізгі экранға мой компьютерді шығарып аламыз. Мой компьютерға кіріп, флешканың ішіне кіріп, жағы драйверімізді рабочий столға лақтырып аламыз. Ары қарай осы драйверімізге кіріп, разрешить басып, ары қарай окей. Далее я принимаю условия далее, установить далее. Далее установить. Да, перезагрузить компьютер сейчас. Завершить. Перезагрузка өтеді. Перезагрузкамыз болды. Мұнда жаңа өздеріңіз енгізген парольдарды ұмытқанбаған болсаңыздар, парольді тересіздер. Жаңағы драйверімізді орнатқандықтан, мұнда бізде Wi-Fi-ға қосылу мүмкіндігі пайда болды. Wi-Fi-ға қосыламыз. Wi-Fi-ға сәтті қосылып алдық. Ендігі кезекте бізде не қалды? Барлық қажетті драйверлерді орнатып, және де орнатқан Windows'ымызды обновление жасап, активациясын орнатуымыз керек. Осылайша біз барлық ноутбуктарымыздың Windows'ын орнатып, баптап шықтық. Ең көп уақыт алатын процесс ол әрине Windows'тың обновлениясы. Ең бастысы обновление кезінде питаниядан суырмай, және де интернеттеріңіздің тұрақты болуын қамтамасыз еткендеріңіз жөн болады. Орнату қатты қиын емес жалпы алғанда. Осы видеоны көріп, қадам-қадаммен өздеріңізде Windows'тарыңызды орнатып, обновить етіп, баптап алсаңыздар болады. Осы видеомыз сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, осы видеоның астына пікір қалдырып, лайк басып, каналымызға жазыла кетіңіздер. Әдеттегідей, жаңа жылға дейін ең көп лайк жинаған пікір иесіне біз осындай керемет сыйлығымыз бар. Бұл Snack компаниясынан термокружка. Қысқы уақытта өте актуалды сыйлық. Қош сау болыңыздар.